Жезқазған аумағында мал шаруашылығы жақсы дамып келеді. Соңғы 2-3 жылда жер алып 4 түлікті көбейткісі келетін талапты жігіттердің қатары анағұрлым артқан. Тек осы жылдың алғашқы 90-ында өңірдегі шаруа қожалықтары 226 миллион теңгенің өнімін өндіріпті. Олардың тірлігін біздің тілшіміз Ардақ Асылханұлы да көріп қайтты. Жергілікті кәсіпкер Марат Бекмағамбетов өткен жылы ғана қала іргесінен жер алып шаруа қожалығын құрған. Қазір шаруашылығын түрлі бағытта түрлендіріп жатыр. Құлан бағдарламасымен 140 жылқы сатып алып, жыл 12 ай қымыз ашыту ісін қолға алды. Қазір желіде 18 бие байлаулы. Уыз-қымызға тапсырыс үлкен. Әзірше енді 45-50 литр сүтіміз бар. Күнде шығып тұрған клиенттеріміз жеткілікті. Енді қосқан сайын, бие сауған сайын, қосылған сайын, одан сайын енді көбейтіп, халыққа қымызымызды береміз деп ойлаймыз енді. Шаруа қожалығы емдік қасиеті мол ешкі сүтін де саудаға шығарған. Құрт пен ірімшікті де жасайды. Жақында қыстау маңындағы тоғанға балық жіберемін деп отыр. Ал алдағы жылы ет пен сүт өндірісін жолға қойсам деген жоспары бар. Тек қана малды бағып өсіру емес, әрмен қарай оны яғни өңдеу мәселесін ойладық та, қазіргі таңда, яғни біз Жезқазған қаласында мал бордақылау мекемесін салып жатырмыз. Одан қалды, алла қалап оны бітіріп жатсақ, мал бордақылау жерін әрмен қарай өңдеуді ойластырып жатырмыз. Келесі кейіпкеріміз Талғат Бердинов те 4 жыл бұрын шаруасын бастаған. Сыбаға бағдарламасымен 35 миллион теңге жеңілдетілген несие алып, 200-ге жуық ірі қара сатып алыпты. Келешекте мал шаруашылығымен қоса бау-бақшаға көкөніс өсіруді де көздеп отыр. Ол үшін құдық қаздырған. Біз жақта айналысатын бала көп, жерді алып отқан бала, бірақ судың жағдайы қиын болып тұр. Сол үшін жаңағыдай скважинаны бөйт етіп, соның субсидиясын беріп отырса, сол өте жақсы болады, көмек болады бізге. Айтып отырмын ғой, су қазір бар бізде. Жаңағы су болғасын біз жаңағыда сельский хозяйственный продукт салайын деп отырмыз. Картошка, жаңа морковь, капуста сондай істегім келіп отыр. Жезқазғандағы ауыл шаруашылығы бөлімінің мәліметінше, соңғы 3 жылда өңірдегі шаруа қожалықтарының саны 10% өскен. Ал 4 түліктің саны 34 мыңға жуықтапты. Олар осы жылдың 3 айында 170 тонна ет өткізіпті. Малды асылдандыруға да Жермек шаруа қожалығы бет бұрған. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Хабар, Қарағанды облысынан.